Құрметті тігін сүйер ханымдар, бүгін сіздермен оверлоқсыз өңдеудің тәсілдерімен танысамыз. Егер сіздерде оверлок машинка жоқ, бірақ осындай зигзаг машинканың қандай да түрі бар болатын болса, сонымен де өңдеуге болады. Ол үшін бірінші түзу тігіс тігіп шығамыз. Мен алдын ала тігіп қойғанмын. Осылай түзу тігіс түсіреміз алдымен. Одан кейін зигзаг ұратын жерімізді тегістеп кесіп аламыз и осылай зигзагты тегіс етіп түзу етіп тігіп алсақ, тура оверлоктағыдай болып шығады. Ешқандай сөгіліп кетпейді. Бұны сіздер заказдарыңызды да тіксеңіздер болады, сатуға кейін тіксеңіздер де тура осы тәсілмен тігуге болады. Кез келген сөгілетін матаны осылай тігуге болады. Енді екінші тәсілді қазір мен көрсетемін. Сіздерге көріну үшін арнайы мен ақ жіппен тігіп жатырмын. Екінші тәсілі ол тек түзу тігістің өзімен өңдейміз. Ол қалай десеңіздер, қазір көрсетемін. Ең алдымен бізді бұл матаның теріс жағы оң жағынан бастап тігеміз. Оң жағынан тігеміз. Осылай тігетін жеріміздің түзу тігіспен 0,5 см тігіп шығамыз. Міндетті түрде түп-түзу етіп тігу керек, қисаю керек емес. Міндетті түрде түп-түзу етіп тігуіміз керек. Міне, осылай етіп тігіп аламыз. Оң жағынан тіктім мен. Осылай. Оң жағынан бірінші тігіп аламыз, енді теріс айналдырамыз. Теріс жағыға айналдырған кезде бізде міндетті түрде осындай болып қалады. Тігісті бір үтіктеп жатқызып аламыз. Тегісті тігісіміз әдемі шығу үшін осылайша оң жағы, енді бұл жағы теріс бізді тігісті айналдырған екен, осылай үстіден бір жатқызып үтіктеп аламыз. Міне тегісті осылай үтіктеп аламыз. Енді 1 см етіп тігіп шығамыз. Міне осылай кез келген сөгілетін киімді тек түзу тігіспен осылай оверлоксыз өңдеуге болады. Бұл жерде айта кететін жайт, біз тігіске кез келген киім тігісіне 1 см қалдыратын болсақ, егер бұлай түзу тігіспен өңдегенде біз 1,5 см қалдырамыз. Мына арқасынан ештеңе білінген жоқ, қазір айналдырып көрсетемін.